Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін бізде 70-ші сабақ өзіңді тексер тақырыбы геометриялық фигуралар және олардың өзара орналасуы. Сендер бұрыштың және көп бұрыштың түрлерін ажыратуды, бұрыштарды және көп бұрыштарды сызуды, нұсқаулық бойынша тор көз параққа геометриялық фигураларды салуды, берілген заңдылық бойынша тізбек құрастыруды, тізбектегі заңдылықтың бұзылуын табуды үйрендіңдер. Бірінші есеп: тік бұрыштың моделін пайдаланып, дәптерге төбесі жоғарыда сол жақта, төменде сол жақта, жоғарыда оң жақта және төменде оң жақта орналасатындай тік бұрышты сыз. Біз мына жерде варианттарға сәйкес тік бұрыштарды сыздық. Екінші есеп: тапсырманы дәптерге орында. Ұзындықтары 1 дециметр, 3 см және 2 см болатын екі кесінді және олардың қосындысы мен айырмасына тең кесінділер сыз. Буындарының ұзындығы 3 см, 4 см және 1 см тұйықталмаған сынық сыз. Бір нүктеден шығатын 4 сәуле сыз. Үшінші есеп: бізде көк, қызыл, сары, күлгін және жасыл түстермен шаршы сызу керек. Яғни тор көздерді санай отырып, ең жоғарыдағы бізде көк түсті шаршы, оның ортадағы қызыл түсті шаршы, сары және оның астындағы күлгін түсті, ең астыдағы жасыл түсті шаршы. Яғни осылай тор көздер санай отырып шаршыларды саламыз. Төртінші есеп: бізде бір тік бұрышы бар, бір доғал бұрышы және 3 сүйір бұрышы бар, 3 бұрыштар сызылған. Бесінші есеп: екі тік бұрышы және бір доғал, бір сүйір бұрышы бар, 4 бұрыштар сызылған. Алтыншы есеп: дәптерге бұрыштың, көп бұрыштың және 4 бұрыштың түрлерін сыз дейді. Бірінші қатарда бізде тік бұрыш, доғал бұрыш және сүйір бұрыштар салынған, екінші қатарда көп бұрыштар салынған, ал үшінші қатарда 4 бұрыштың түрлері салынған. Жетінші есеп: тура теңдік пен тура теңсіздікті ғана жаз дейді. 8 ондық 7 бірлік 99 санынан үлкен дейді. Бұл жерде қате, 87 саны 99-дан үлкен емес. 6 дециметр 8 сантиметр тең болады 86 сантиметрге. Бұл да қате, өйткені 68 саны 86-дан кішкентай. 39 қосылған 8 тең 47 санына. Бұл дұрыс, өйткені 39-ға 8-ді қосқанда 47 шығады. 76 азайту 8 69 санынан кішкентай дейді. Бұл дұрыс. Сонда бізде астыдағы 39 қосылған 8 тең 47 тура теңдік болса, 76 азайту 8 69 санынан үлкен, яғни тура теңсіздік болады. Заңдылықты анықта, сандар тізбегін толықтыр дейді. Бізде бос орындарда 34, 35, 37, 38 сандар жазылады.